Қазақстан халқына қорына кәсіпкерлер мен жеке тұлғалардан 115 миллиард 300 миллион теңге жиналды. 4 күн ішінде 10 мыңнан аса хат келді дейді қор өкілдері. Өтініш беру үшін Қазақстан халқына .kz сайтына кіру керек. Онда 100-ден астам қайырымдылық қор бар. Олардың бірі өтінішіңізді өз мойнына алады. Сараптамалық комитеттер қабылданған сұрақтарды әр сала бойынша іріктеп қор басқармасына жібереді. Ал басқарма қаржыландыру туралы шешім қабылдайды. Көмек міндетті түрде тауар немесе қызмет түрінде ғана беріледі. Немесе ол қаржылай көмек болу керек болса, онда банктік шотқа аударылады. Яғни қолма-қол ақша берілмейді. Бүгінгі таңда бізге түрлі өтініштер келіп түсуде. Кейбір жалған ақпараттар да бар. Мысалға, оның алдында әлеуметтік желілердегі парақшаларымыздың біріне 42.500 теңге туралы сіздер осындай ақша береді екенсіздер деп ақпарат түскен болатын. Ресми түрде айтарым, Қазақстан халқына қоры 42.500 теңге әлеуметтік төлеміне ешқандай қатысы жоқ.